Сонымен құрметті көрермендер, жаңа біз жоғарыда уәде еттік. Бүгін бізде инста әлемнің жұлдызы, яғни вайнгер жігіттердің бірі деп айттық. T-Jokers тобының, инстаграмдағы сондай топ бар. Сол вайнгерлердің бірі бүгін бізде қонақта. Жансерік Қадырбаев, Қазақстанға танымал, қазір вайнгер жігіттердің бірі. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, көңіл-күйің қалай? Өте керемет. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қымбат көрермендер, бүгінгі қонағымыздың жасы бар болғаны 19-да екен. Мен таң қалып отырмын. 19 жас, негізі біраз жас 19-ында. Аминока деген кішкентай қыздар танитын шығарсыздар, вайн түсіреді. Олар бізден де подписчигі көп дегендей. Бәрекелді. Негізі вайн түсіру қайдан келді? Неден бастадың? Вайн түсіру негізі мектеп кезінен бастадық біз. Таразда. Өзі негізі Тараз қаласынан. 11 сыныпта бізде Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыдым. 12 сынып ол жақта. 11 сыныпта бастадық. Мұғалімдердің бәрі қарсы болды ол кезде. Жай әзіл ретінде ғой? Иә, ол әзіл ретінде сол кезде енді вайнерлердің енді шығып жатқан кезде Quick шықты, Jokers деген командалар шықты. Біз де ойладық, неге біз түсірмейміз, неге Тараздан бір вайнерлер шықпасқа деп. Тура біз бастап жатқан кезде Жека деген, Жеңіс деген жігіт бастады. Енді басында ешқандай ойсыз, жай әзіл үшін түсіргенбіз. Бір аптада 1000 подписчик болды, ол кезде 1000 подписчик деген, 1000 оқырман дегеніміз өте бір көп болды да біз үшін. Жетістік болып көрінді ғой. Жетістік болды одан кейін. Ал жігіттер кеттік ары қарай деді, ешкім сөзін тыңдамаймыз, өзіміз басамыз дедік, кеттік. Құрамда неше жігіт? 4 жігіт болған, қазір 3 жігіт қалды. Бір жігіт семьялық жағдайларға байланысты, отбасылық жағдайларға байланысты Ақтауға көшіп кетті. Идеяны қайдан аласыздар? Сценарийді кім жазып береді? Сценарийді енді қазір көптеген вайнерлер өздері сценаристер бар. Біз енді ондай әлі сол процесстеміз, сондай дәрежеге. Ол деңгейге жеткен жоқсыңдар ғой. Келе жатырмыз. Бірақ бізге де жазатын жігіттер бар. Анда-санда бірақ көбінесе, мысалы, күнделікті вайндарды өзіміз жазамыз. Ал егер бір тапсырыс болса, жарнама, реклама, арнайы мемлекеттік тапсырыстар болса, оны сценаристерге жазғызамыз. Жансерік, мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Алдағы уақытта енді жылдар өтеді, айлар кетеді. Алдағы уақытта осы бір өнерді тереңдету мақсатында кино режиссерлік немесе басқа да тереңдету. Бізге фильм ғой. Соңғы мақсат. Соңында фильм сүру. Сонымен болды ма, шектеле ме, әлде басқа да әзірге соған жетіп алайық деген сияқты бар. Фильмге, мысалы, бұйыртса енді фильмге жетсек, қазірген біз 15 секундтан бастадық қой. Негізі вайн деген ол 6 секундтық видео. Одан кейін инста вайн бол 15 секундқа өтті. 15 секундтан қазір 1 минутқа өттік. 1 минуттан ақырында ютубқа 10-15 минут қойып жатыр. Сол 10-15 минуттан 1,5-2 сағат фильмге. Енді бір 2 жылда 1,5 сағатқа жетеміз дейсіз. Жансерік, жаңа тапсырыстар келіп жатады, соған қатысты видео түсіремін деп айттыңыздар. Міндетті түрде ақшасын төлейді ғой. Ең алғашқы кезде, ең алғашқы қаламақың есіңде ме? Ең алғашқы есімде әрине, ойдан кетпейтін шығар. Бір телефон сататын магазин. Бізде 7000 оқырман етін ол кезде. Бізге жарнама керек жігіттер деді. Енді ол кезде білмейміз. Жасап беріп, қанша теңге жасадық. Ол кезде бағасында келіскен жоқпыз. Мә жігіттер рахмет деп 7000 теңге берді. Біз төртеуміз қуанып кеттік бәрімізге. Бір дөнерден? Дөнер жоқ қой ол кезде. Жоқ. Хот-дог жеп, шаурма жеп, базардан ол кезде. Әке шешеңізге айттыңыз ғой, оларды бір қуанып қалған шығар. Қуанды, жақсы күшті болып қалды. Жансерік, бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақстандық блогерлерге не жетпейді деп ойлайсыз? Және қай платформа ақсап жатыр бізде? Қазақстандық блогерлерге қазақша контент жетпейді. Соған орай қазір өзім соны бір бастайыншы деп бір қалпайық деген өзім не басын. Енді не жетпейді? Көбісі былайша айтқанда енді әңгімен ашығы қазақша сөйлей алмайды. Ол бір ақсап тұрған жеріміз. Менің ойымша, мен өткенде осы сендердің бірінші вайнгерлерінің бірі деп айтсам болады шығар, Батыров бе? Батыров пен қаланың бір ғимараттардың бірінде кездесіп қалдық, тамақтанатын жерлердің бірінде әңгімелесіп отырып, мен оларға ұсыныс тастағам, сендер мына қазақ тілді аудиторияны және орыс тілді аудиторияны екі тілді де таза қамтысаңдар, сендердің табыстарың да еселене түседі деп. Жалпы осы мақсатта жұмыс жасап жатсың ғой, Осы мақсатта негізі T-Jokers өзінің вайн жаңа командадағы жігіттер барлығымыз басында құртып алған жеріміз орысша бастап кетті. Жақсы. Одан кейін. Жансерік, негізі қалай ойлайсың? Қандай вайн актуалды? Қандай вайнды көрермендер жиі тамашалайды? Негізі барлығын бастаған сол достар, отношения жаңағы
қыз бен жігіттің арасындағы махаббат. Өмірде болатын жағдай ғой, иә? Былайша айтқанда өмірлік жағдайлар, жиза дейді ғой, былай айтқанда. Екіншіден қазір енді көптеген жағдайда әлеуметтік проблемаларды қозғаған жағдайда халыққа ұнап жатыр. Сол орайда вайнерлер тек қана күлкі сыйлау емес, сонымен қатар ой тастайтын да дүниелер қазір жасап жатыр. Үшіншіден енді біз жоғары жаққа тиісуге енді біз құқтарың жоқ, өйткені жассыңдар. Бізге араласуға болмайтын ол саясат, дін. Біз дұрыс. Жастарыңа да лайық емес қой. Бір шетінен оны мойындағандарың да жақсы. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта танымал вайнер Жансерік Қадырбаев. Көңіл-күйің қалай? Тамаша. Ұйқыңнан оянбаған сияқтысың ғой. Ұйқыдан ояндым, неге ояндым? Келіп отырмын. Әлде кеш жаттың ба? Кеш жатқанда біздің режим солай 3-4-ке таман ұйықтаймыз. Біздің тұрақты көрермендерден келген сұрақты оқысам қарсы емессің ғой? Жоқ, қарсы емес. Вайнерлер арасында идея ұрлау деген болады. Сонымен қалай көрінесіз? Идея ұрлау емес, идея сәйкестік шығар. Өйткені бүкіл вайнды көріп шығу, бүкіл вайнерлер жалпы вайндарын қарау мүмкін емес ол. Енді өзіміз жақсы араласатын 14 па, 13 па, сонда вайнер бар. Оларды қарап жатырмыз, бірақ соның өзінде мысалы бір идея болуы мүмкін. Мысалы, қыз бен жігіттің қарым-қатынасы, әркім әртүрлі ойнап береді. Подача әртүрлі. Бір тақырып, бірақ подача әртүрлі. Мен есімше вайнерлер өте тату-тәтті тұрады деп естідім. Жалпы қаншалықты жиі кездесіп тұрасың? Ой, бізде. Қазір мысалы, Юфрейм бургер ашып жатыр, Джека Двонер ашып жатыр, Назим, сэндвич, Джоу Кейсес, білім орталығы деген барлық, Артур Гүл, барлығын енді открытиясына барамыз, құттықтап барамыз. Құттықтап барғаннан кейін барлығымыз бір жерге барып, тамақ ішеміз, бәріміз одан кейін Counter-Strike ойнаймыз деген сияқты жүреді. Жансер, соны қараған кезде табыстарың жоғары сияқты. Табыс енді Аллаға шүкір, аз емес. Қанша, мысалы, 19 жасар бала қазір миллион табады ма? Енді Камри бар. Сатып алдың ғой өзің? Өзім алдым. Бәрекелді, мақтанатын зат екен. Ата-анаңыз қуанып жатқан шығар. Қойшы десеңші. Жарайды, келесі сұраққа көшейік. Вайнер болу үшін неден бастау керек? Өзіңнен. Өзіңнен? Алғашқы қадамы? Бұл енді көрермендердің сұрағы. Алғаш камерадан қорықпау керек. Бірінші. 5 кеңес, 5 кеңесті айтайын. Ең бірінші жалқаулық қой. Бәріміздің бойымызда бар. Бәріміздің емес, басым көпшілігінде бар. Өз басымда бар. Менде де бар. Жалқаулық. Менде жоқ. Жалқаулық жеңу керек. Сосын халық не ойлайды, халық не айтады. Сыннан қорықпау керек қой. Екі. Ол сыннан қорыққан адам өспейді. Үшіншіден, өзінің командаласын, егер вайн түсіретін кезде командамен бастасаңыздар, командаласын айтып жатқан пікірді сыйлау керек. Ауызбіршілік болу керек қой. Жақсы. Сосын өз-өзімен жұмыс істеу керек. Мысалы, спорт бар, дұрыс тамақ ішу деген сияқты. Оған қатысы жоқ екен ғой. Неге дұрыс барлық тақырыптарды ауқымды білу керексің? Психология болсын, қарым-қатынас болғаннан кейін. Одан кейін адамдар не қалайтынын білу керек. Санасу керек халықпен. Зерттеу керек қой. Халықтың пікірінен қорықпау керек. Олармен керісінше санасу керек. Олар дұрыс. Сендер қате десе де, қате ма, жарайды, дұрыс, мен жөндеймін деп. Ең басты өзің сезіп тұрсын, біліп тұрсын деген сияқты. Енді бір ғана сұрақ қойғым келіп тұр. Сенің пікіріңді білгім келіп тұр. Ойыңша жалпы ол рас болса тіптен жақсы деген сияқты. Ең танымал вайнердің бір айлық табысы қанша болуы мүмкін? Ең танымал. 10 мың ақш доллары. Одан көп болуы мүмкін. Одан көп. Ол енді біз білмейміз, ол қандай ол рекламаны салып, бір адам миллионға жасайды. Реклама жасады. Бірақ одан бөлек жаңағы қандай концерттерге барып жатыр, қай қалаға шығып жатыр, қандай жерлерде қонақ болып жатыр, оны білмейміз. Сондықтан 10 мың ақш доллар ол болады. Егер мен алда уақытта вайн түсірем деп айта алмаймын, бірақ видеоблогер болсам, мені өз орталарына қосатын едіңдер. Қазақша контент болса, қазір мысалы ютубта қазақша контент. Мен енді мақтанғаным емес, немесе асыра сілтегенім емес, қазақша аудиторияда мені бір кісіде көп адамдар қолдауға дайын. Мүмкін жұмыс істейміз деп отырмын. Оны бағдарламадан кейін келісесіңдер. Жансерік, негізі оқырмандардың арасында сені жақсы көретін де бар, ұнатпайтындары да бар ғой. Осындай кезде жаман сөз жазып, бір сын айтып жатқан кезде
не істейсің? Қалай қабылдайсың? Басында ол жазатынбыз. Жаңа пікір жазады ғой. Жауап қайтаратын Иә, едің ғой. жауап қайтарып, не болды саған, сен кімсің десе жаңа. Басында ұрып Иә, басында. Білмейміз ғой енді ол кезде. Сосын уақыт өте келе жазып, өтіп кетеміз. Қандай сөз болса да көтеру керек. Себебі біз халықтың адамымыз былайша айтқанда. Назар аударасыңдар ғой. Өздерің Мысалы, соған- мынау тақырып бізге ұнамайды. Жансерік, мына тақырыпты қозғасаңыздар, бізге қызықты болар еді деген сияқты. 1000 комментарий болса 1000 да оқып шығамыз. Өйткені Санасу керек пікір. санасу керек. Біз керек та олар не қажет екен. Қажет екен. Иә. Және 1000 пікір болса 1000 да оқиды, өте керемет. Анау ішіндегі жаңа артық салмақтан айылғыңыз келе ма дегендерді. Иә, оларды блокқа тығамыз. Иә, олар да өйткені басқа бизнес дейсің. Мінекей, бүгінгі сұхбатымызды қорытындылайтын уақыт келіп жетті. Жансерік, өзің жақсы білесің, танымал болмас бұрын, вайн түсірмес бұрын, өзіңде қарапайым жас жігіт едің ғой. Сол кезде армандайтын едің, иә? Тараздың қарапайым жігіті. Мен де танымал болсам екен, Алматыға барып, осындай көптеген оқырмандарым болса деген сияқты. Солай емес пе? Экранның ар жағында дәл сондай жігіттер отыр. Өзің енді аға ретінде, іні ретінде, танымал вайнер ретінде кеңес айтсаң. Енді кеңес дегенде, иілсенде сыңба, жасқансан да тынба, қазақ болып туған соң есенде бермесін да. Әй, бәрекелді. Дәл осылай ұрандатып біз Жансерік, егер ренжімесең уақыттың... Қандай керемет. Ренжімесең уақыт шектеулі болғандықтан осы жерден қоштасамыз. Одан кейін де әңгімелесе жатармыз.